1, 2, 3. Қалай? Аппа деп отыр. Рас олжас күшті. Құдай біледі күшті. Олжас мен дұрыс киіп алған екен мынаны. Қыз? Мынаны. Мына потолок қой, Бұл винил емес қой, Винил емес, бұл полиуретандық пленка 200 микрон. Бір жағынан әдемілік, бір жағынан защита. Жылтыр ғой мына деген. Күшті істейді екен мына кісілер. Ұйқы болды ма? Осы машинамен жүреміз қазір. Бас еще с пальчиком подсветки берсін. Сол мен айтып тұрмын ғой, түсінбейсің ба жаңа? Базар жақ. Қалай? Қазір мен ананы видео түсіремін қазір. Іші бәрі су жана болып тұр ғой. Мынандай мустанг жоқ қалада. Мына көтенді қараңдар сендер. Шелби ғой. Жоқ ана цветі де жыландарский болып. Негізі Мерсін цвет сияқты қылдырып жабыстырғым келген ғой. Ондай пленка бітіп қалып. Осы пленка предлагать етті, мен примерно ойладым, қалай болады екен, тұра ма, тұрмай ма деп. Мустангқа, в общем, яркий цвет таңдасаңыздар, по-любому тұрады екен. Живую көру керек мына машина. Ертең Астанада көресіздер, бұйырса қалаға шығамыз. Жай мустанг емес қойшы, 5-литровый мустанг. Еще кабриолет, дауысы да бөлек қой бұл шіркін. Сіздің күйеуіңізде қандай көлік? Карола. Мустанг Карола десей. Мустанг емес. Білмеймін. Прикол үшін айтады. Ал кеттім ал. Сосын не істеймін? Аккуратно. Ақырын? Кетіп қалмасын не? Кетпейді. Болды. Енді қасында қалсын ба? Газ бар. Күшті екен ғой? Бұл көлікті бір оқырманы біледі, біреу білмейді. Алдында екі рет көрсеткем. Енді алда уақытта толықтай таныстырам бұл машина жайлы. Бізге келіп тұрыңыз. Постоянно Старкқа келеміз. В общем, ұнады маған. Көп рахмет Старкқа. Сізге рахмет. Ал мустангтың түсін қараңыздар. Опа! Потолок па? GT 500 Shelby. Салонын қарандар қандай су жана. Көтенді қарандар сендер. Камерада басқаша, өмірде вообще басқаша. Слишком яркий цвет. Да, это моя бибика. Можно с тобой прокатиться? Но у тебя же есть парень. Әттеген қала жауын болып тұр. Пробегін қарандарса 8181 дейді. Үстін ашып қойып жүрейін ба десем. Астанада Алматы болып бара ма бір бәрес. Опа. Ол мустангпен ит жүрмесем болмайды. Арттан ешкі келе жатыр. Күн ашылып зор болып қалды ғой. Қалай мам? Еще 4 адамдық. 2 адамдық емес 4 адамдық. Search for your vehicle on your device and select it. Что там? Отақ қорқпайсың ба сен? Мен мына ұшы қорқып отырсам, ол жас олай істемеші. Құдай сақтасын, жер жаңбыр емес пе? Тұқай қорқпайсың? Күшті ғой. Несі күшті? Құманды ше ол. Аттракционда отырған Заказывали, да, киебалашка? Кош, қаяйсың, мені мында лақтырып ұстап қара өзін. Басым ауыр қалды, басым ауыр. Ауырды, мынадан вообще ауырды, одан саған отырам мен. Или 99-ға отырам мынаға. 99. 55-ке десең? 55-ке отырам мен. 55-ке, мұқа! Отырам саған. Мен ұшқа құрылысы бәрі ауырып қалды мен. Бізде бота рамионды өлтіреді ғой. Просто араластырсаң, сырмен бәріне бірге. Осы емес пе бақыт деген. Бота сен осы армандадың ба, осы ол жасқанға тисем екен деп. Вообще армандамадың ба сонда? Сен ғой мені алған. Мұн жақта да звондап жатыр. Алло? Динамик қойшы. Динамик қойшы. Алло? Ештеңе. Неге күліп жатсың? Жай. Құлақтар көп болып отыр ма? Не істеп жатсың? Тамақ іштің ба деймін? Мамамның новый күйеуінің аты Жанат. Біледі ғой. Жоқ, көбісі білмейді мысалы. Просто түрін көбісі білмейді. Алла қаласа, алдағы уақытта бет ашар. Кімнің бетін, ал кімнің көтін ашамыз. Айналма дейді маған, айналма. Мына жақта бота палау басып жатыр. Короче, мама Жанат ағаны жәннәтім деп сақтап қойыпты.
Қумасын. Алла қаласа жылдың соңына дейін Астанадан квартира алу керек иншалла. Екібастұзда салынып жатқан үйімді до конца бітіру керек. Негізі үй салу қиын екен, аз-аздан үздіксіз бітіп жатыр. Ертең барып қайтам, бұйыртса көрсетем. Мен Астанада квартира снимать етіп тұрам. Мына квартираны 2 комнатаны 270 мыңға снимать етеміз. Неге айтып отырсың оның бәрін? Не істейді оны елдер? Қызық қой енді адамдар, біз қалай өмір сүретініміз. Шіріген бай емеспіз енді. Қанағатымыз бар, шүкіршілігіміз бар. Бір қарапайым отбасымыз ел қатарлы өмір сүріп жүрген. Енесі мен келінін қарандар. Бота енді сәл бойшам бізде. Задача екеулерін серьезный түрмен, онда ашулы бір-біріне взглядпен қарап тұрасыңдар. Кім күледі, сол мені жақсы көрмейді. Кеттік. Ота сондай болмайды. Да, 5000 теңгеге. Ана серьезно, злой түрмен тұру керек, кәне. Злой тұр қайда. Ойбай Алла. Сен күлмеш? Да. Злой тұр керек, злой. Не, басым қыши береді, мам? Басым қышып кетті. Біздің холодильникті көресің ме? Біз не жейтінімізді? Негіз приправа деген холодильникте тұра ма? Қараңдар. Осы бізде. Холодильник әйтеуір зиги-заги тұрады, болды. Клубника жақсы екен. Е? Жоқ, просто суық. Құдай біледі жақсы екен дәмі. Зиги-загиді суық күйде ішу керек. Барлықтарыңызға қайырлы таң, сағат 6 болып қалды таңғы. Бүгін зиги-загимен күнімізді бастаймыз. Қиын табылатын вкустардың бірі киви лайм. Біз қазір жолға шығып баратырмыз Қапшағайға. Бисмилля. Ауа райы керемет болып тұр, ё-ма. Видеоны әйелім әперген очкиға түсіріп жатырмын. С камерой, да? Да, Рейбон. Вы снимаете? Да. Привет всем! Мына жігіттің аты, таныс болыңдар, бұл Қазақстанда ең мықты маркетологтардың бірі. Бұл жігіттің аты Аманжол, біз бұны Амеке деп еркелетеміз. Бека аяқ киімімді көрсетші. Балдармен нақышта, қазақи нақышта болып отыр ғой. Салонын қараңдар, сайсыңдар. Ой. Мына руль потолок енді, е, айтыңдаршы. Зиги-заги отандық өнім, қолдап жүрейік. Скоро вообще зиги-заги бір потолок дүние шығарайын деп жатыр. Ағыт енді ема. Ағыт өзі. Ағыт дейді. Қазақстандағы ең мықты маркетологтың аяғының бауын байлап тастаған Олжасхан мен Бексұлтанға қатаң жаза күтілуде. Амеке өзінен нәски қандай таза, дәл солай пейілі де таза жігіт. Жасы 30-дан асса да әлі өзінің тенін таппаған Амеке. Видео сырып атырым ғой, мал. Сағат 6-та жиналамыз дегенбіз, что-то бәрі кешігіп жатыр, пунктуальность деген жоқ. Ең бірінші келген кім, айтшы? Олжасхан келді, Бека келді. Саламатсыздар, қалайсыздар? Амансыздар? Ассалаумағалейкум. Я умираю. Қалыңыз қалай апай? Жақсы, жаным, бақытты бол. Амин. Мен көріп тұрасыз ба? Ой, я твой ұйықтасам тұрсам. Ой, рахмет апай, жүз жазамыз, аман болыңыз. Бақытты болды. Айтқаныңыз келсін. Твои приколы. Я мына күлдіріп тұрмын ғой. Алейкум ассалам, қайсыздар аға? Амансыздар ма? Аллаға шүкір бәрі. Құрдасың мы? 83-сіз ба? Келін суретке түсіп айналды. Жақсы аға. Жолыңыз болсын. Қапшағайға кетіп барады. Әдемі ма машина? Өте әдемі. Бота ма? Бота үйде, Астанада. Аман болыңыз апай. Корвет бар, гелик бар, зикр бар, мен машинам бар. В общем, дерзкий составпен кетіп баратырық қой. Гелик бөлек та, Әненен Нұрдаулет неге кешігуде? Дисциплина, таңғы 6-та тұрамыз. О, әненен. Сен өзің келе бересің арттан? Да, тез келсе, давай. Наконец-то келдік ау. Жаз бітпей жатып. Келдік ау, шомылуға. Раз, два. Как, братан? Әдемі? Танцуй. Қайық өзің біліп бір. Мені.
Кассетер ма? Қарашы, ритм бар. Мынау скутерде 300 аттың күші бар. 20 миллион теңге тұрады. Көрсе алайық досым осындай. қатыса Давай. сотканы байқас. Давай. Кухня жалпы осы жақтамыз. Сәлем салады қайынымда. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыңдар? Кеше бір бауырымыз қонаққа шақырып еді. Сағат 8-ге деп. Но оған үлгере алмай қалдым. Соған енді ұйқыдан тұра салып, заттарын да алып, үйіне келе жатыр қонаққа. Так, осы квартира. Басқа бір Уалейкум ассалам. Қалай Кеше жалғаныңыз деп не болды еді? Ренжбе родной, кеше көремей қалып шешесің. Оңай тауып келдім ба? Айтпадым ба келіп қалғанды күтіп жатыр. Нормально? Кеше 2 күн Қапшағайда демалғанмын ғой. Қазір бетім түлеу бар, кожам түсіп ше. Жүрсіне досым, төрлет үйге. Әкел, мен ала қойын заттар. Аман есен, әуре болмай қоймадың ба? Жоқ, досым. Мынау досым, мен үйіме бірінші блогерсің қонақ болып келіп жатқан. Қойш? Жаңа алған үйің осы ма? Жаңа алған болсын. Бағызар жоқ, үйді қарасыңдар. Рум-тур істеп жүреміз ба? Сабақта Апа, хат дайындалып жатыр ғой. Бағызар жоқ, ұйықты болсын бауырым. Білген жоқпын сен жаңа үйді? Жұқсы досым. Амин, амин. Давай рум-тур сделаем, пока что тамақ дайын болғанша. Мараны түсірсің, әдемілеп. Бұл менің Аян деген бауырым, бірі білсе, бірі білмейді. Мен танитындар да өте көп. Аян бауырымның үйіне рум-тур. Бұл үйдің бар ғой, бір қызығы дизайн полный өзім сыздым ғой. Қойш? Черновойдан үстіне ремонттады. Почти 10 айым кетті ремонттауға. Бұл душевая и уборная ғой. Бұл жақта ешкім тұрмайды. Бұл жақта да мебелді ішіне тығып жердім да дуалдың. Почти ештеңе жоқ. Пустой ғой ішінде? Иә. Тоже спальня, наяқ гардеробная. Ажақ душевая болса, наяқ ванная ғой уже. Бұйыртса ванна осында үй соғып бұйырсын. Білмеймін енді, біреуге ұнар, біреуге ұнамас, бірақ өзіме өтті да жалпы. Недегі гостиницадағы биік екен, ә? Келін ба? Жеңшен ғой? Жеңшен ба? Иә. Сол кез бәрі жазып жатыр Аян. Неге шалбарымды көтеріп аласың деп. Көтеріп алмаған ғой, қарасай, аяқтың бәрі бос жатыр ғой, айналайын. Просто высокий подъем дейтін шалбарлар бар да. Кімдігім мына жерде қалып кетті, өзі сондай жоғары жақпен тігілетін көрдің ба? Өзі әйтпесе бос тұр ғой барлығы. Базар жоқ, просто бәрі жазып жатыр да, я. Неге шалбарын кішкене түсірмей ма бірден. Мен досым қазір Қытайда көп жүремін ғой. И Қытайда қазір мода болып жатыр осындай. Высокий подъеммен тігілген шалбарлар. Досым, видишь, осылай көтересің ғой. Көтермегенмін, өзі сондай. Өзі сондай ғой, мақұл. Өзі сондай ғой, көтермегенсің ғой. Но сен бойыңды кішкентай көрсетіп бересің ба? Көзге. Не істейін енді? Айтшы ма, өзіме ұнаса болды емес па? Мен не істеуім керек сонда? Жүр Гуччиға. Нормально киінеміз. Я ойнап отырмын досым. Я әдемі атық, стиль четко. Бағасы бар өзің. Айеке, сен кеше маған жайнама сыйладың ғой. Сол бәрі жазып отыр комментарийда. Типа 2 жыл бұрынғы сата алмай қалған нәрсесін беріп тұр ма деп. Енді ол қай кезде берсе де енді ол сыйлықтың үлкен кіші жоқ, қымбат арзаны жоқ. Главный көңіл ғой. 2023-те қателеспесем, бұл жайнамаз Меккеге бардық қой. Меккеде бұл жайнамазды көрдім мен. Қазақстанда сатылмайтынын көрдім. Меккеден образецтерді әкеліп, сосын образецтерді Қытайға жіберіп, соқтан тіктіріп алып келгенмін ғой мен. 23 жылы 4000 штук бұл жайнамаз сатқанбыз. Бәсе адамдар жазып жатыр да маған қайта. Бірақ өте сұраныс та өте көп. Бұл жайнама сағыда бар ма деген сияқты ше. Бір 10 штуктай алып қалған тұғым. 10 штук алып қалдым. Сөйтіп соны жақындарыма, таныстарыма сыйлыққа беремін да мен. Кеше Ахида сұрап жатқан, Ахиға да біреуін берейік. Жоқ, кеше видео салғаннан кейін комментарий қараймын ғой мен. Бұл жігітке неге адамдар не істеп жатқанын. Өте жап-жақсы жігіт, ешқандай несі жоқ. Өз кәсібін істеп жүрген, өзінің ақшасын тауып жүрген жігіт. Негізі әр адам ішкі несін тыңдап көру керек та,